Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз миксерсіз айранмен өте дәмді болып шығатын, оңай әрі тез жасалынатын пирог жасаймыз. Бұл пирогтың құрамы әр ханымның үйінен табылады. Қараңыздар, біздің пирогымыз осындай өте әдемі, көтеріліп, дәмді болып шығады. Ал ендеше жасауды бастайық. Ең алдымен бізге керегі 3 жұмыртқа. Жұмыртқамызды ыдысымызға салып болған соң 220 грамм шекерімізді қосып, венчиктің көмегімен жақсылап тұрып араластырамыз. Бұл жерде қатты көпіргенше араластырудың қажеті жоқ. Шамамен 1 минуттай араластырсаңыздар жеткілікті. Келесі кезекте 330 грамм айран қосамыз. Бұл жерде біздің айранымыз бөлме температурасында болу керек. Ендігі кезекте біз ерітілген сары май қосамыз. Менде бұл жерде 75 грамм сары майды ерітіп қостым. Сары майдың орнына сұйық май қоссаңыздар да болады. Сары майдан кейін ұн қосамыз. Менде бұл жерде барлығы 250 грамм ұн. Осы ұнның бәрін електен өткізіп барып қосып алдым. Осы кезде қопсытқыш қосуды ұмытпаңыздар. Осы бір пакет қопсытқыштың бәрін қостым. Бұл бір пакеттің ішінде 18 грамм қопсытқыш бар екен. Достар, осы ерекше пирогтың толық құрамын сіздер видеоның астынан көре аласыздар. Неге біздің қамырымыз қоймалжың, біркелкі болғанша араластырамыз. Келесі кезекте қамырымыздың жартысын басқа бір ыдысқа құямыз. Сосын осы қамырымызға 2 ас қасық какао ұнтағын қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Мінекей бізде осындай шоколадты қамыр болып шығуы қажет. Ал енді пирог пісіретін формамызға майымызды жағамыз. Менде осындай сұйық майды құйып шығып, майды формамыздың барлық шетіне жағып шығуымыз қажет. Формамызға майымызды жағып болған соң, енді мына видеодағыдай қамырларымызды құйып шығамыз. Бұл жерде біз қамырымыз таусылғанша шоколадты қамырмен кәдімгі қамырымызды қайталап кезегінен құйып шығамыз. Бұл пирог зебра пирогына ұқсайды, бірақ зебра пирогынан басқаша, ерекше осындай пирогты жасап көріңіздер. Өте әдемі көрінеді. Осы пирогымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 35 пен 45 минут аралығында пісіреміз. Пирогтарыңыздың піскенін таяқша арқылы білсеңіздер болады. Осы таяқшаларыңыз құрғақ болып шығатын болса, сіздердің пирогтарыңыз пісті деген мағынаны білдіреді. Пирогымызды кесіп, дәмін татпастан бұрын жақсылап тұрып суытып аламыз. Сосын дәмін татып көре берсеңіздер болады. Қараңыздар, бұл жерде біздің пирогымыз өте әдемі көтерілген. Және де пирогымыз әдемі болып көрініп тұр. Осы пирогтың дәмін енді айта алмаймын. Дәмі өте дәмді. Және де пирогымыз жұмсақ болып шыққан. Осы пирогты міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздердің балаларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Тіпті таласып жеп қоятынына күмәнім жоқ. Сіздермен болған Фатима. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де қалай шыққанын комментарийға жазып қалдырыңыздар.